сәлем ол шайығы, толқыныңа кім салмады қайғы, кім шертпеді саған келіп шаттығы, кім жумады саған келіп айыбын. Сәлем ол жайығы, толқыныңа кім салмады қайғы, кім шертпеді саған келіп шаттығы, кім жумады саған келіп айыбын. Бұл менің туған жерім Жымпиты ауылы. Жымпиты ауылы Орал қаласынан 140 км жерде Өленті өзенінің жағасында орналасқан. Жалпы қалыптасуы 19 ғасырдан бастау алады, яғни саудагерлер мен көпестердің орталығы болған. Енді мына артымыздағы үйдің өзі сол кездегі көпес Якуб Таракановтың үйі. Кейіннен 1918-19 жылдары Жаһанша Досмұхамбетов пен Халел Досмұхамбетов дәл осы артымыздағы үйде өздерінің штаб пәтерін құрады. Алашорданың батыс бөлімінің орталығы дәл осы Жымпитыда, соның ішінде мына үйде өткен болатын. Қазір сіздермен бірге ішіне кіріп көретін боламыз, яғни ішіндегі жәдігерлердің бәрін сіздермен таныстырамын. Ішке кірмес бұрын мен сіздермен бір қызық ақпаратпен бөлісіп жіберейін. Дәл осы біздер тұрған Жымпитыда 1918 жылы сәуір айында Орал облыстық 4-ші съез өткен болатын. Және сол съездің шешімімен Батыс Қазақстан облысының аумағында Ойыл уәлаяты деген үкімет құрылады. Бұл үкіметтің мүшелері Жаһанша Досмұхамбетұлы, Халел Досмұхамбетұлы және атақты дәрігер Дәулетшах Күсіпбалиев және Сырымдатұлының немересі Салық Омаров және Қуанай Хазіреттің ұлы Аясофияда имамдық қызмет атқарған Ғабдол Қосдәулетов болған болатын. 1918 жылы 11 қыркүйекте Уфа директориясында Алихан Бөкейханов бастаған ұлт зиялылары бас қосып, сол бас қосудың шешімімен Ойыл уәлаяты уақытша үкіметі өзінің өмір сүруін тоқтатып, оның орнына Алашорданың батыс бөлімшесі құрылды. Бөлімшенің басшысы ретінде Жаһанша Досмұхамбетов сайланса, оның орынбасары ретінде Халел Досмұхамбетұлы сайланды. Досмұхамбетов 1886 жылы Жымпиты болысының Бұлдырты деген жерінде дүниеге келеді. Кейіннен әскери реалды училищені бітіріп, Мәскеуге заң факультетіне оқуға түседі. Заң факультетін бітіргеннен кейін Томскіде прокурор қызметін атқарады, кейіннен елге келіп, тәуелсіздік үшін күресті бастайды. Дәл осы жұмыстары үшін Ташкентке қудаланып, сол Ташкент қаласында жүрген уақытта жауыздық низамнасы деген атпен қылмыстық кодексті қазақ тіліне аударады. Және осы жұмыстарынан кейін 1928 жылы қара топырақты өлке Воронежге жер аударылады. Содан кейін 1938 жылы 3 тамызда дәл осы үштіктің шешімімен ату жазасына кесілген болатын. Және дәл біздің артымызда тұрған Құран бұл Жаһанша Досмұхамбетовтың мұсылмандық келбетін көрсетеді. Осыдан шығады, Жаһанша Досмұхамбетов Осман халифаның қаны тамған қасиетті Құранды орыстардың қолынан алып мұсылмандарға тапсырған болатын. Жалпы оқиға туралы Жаһанша Досмұхамбетов былайша баяндайды. Санкт-Петербург қаласында отырғанда қалада дүрбелең орын алды. Сол дүрбелеңді пайдаланып, Құранды құтқарайық деп мұсылмандарға сөз тастадым. Мұсылмандардың біреуі қозғалмаған кезде, Құран өлген кезеңде өмір аяуымыз керек пе деп сөйлеп, және өзім өлімге басымды тігіп, сол Құранды орыстардың қолынан алып шықтым. Және оны Уфа директориясына тапсырдым дейді. Кейіннен бұл Құран Ташкент қаласына жеткізіліп, қазіргі таңда Әмір Темірдің музейінде сақтаулы тұр. Және мына артымызда тұрған жасыл ту 1925 жылғы сәуір айында Кеңестік Астана Орынбор қаласында өткен съезді Сәкен Сейфуллин баяндаған кезеңде дәл осы жасыл туды суреттейді. Ал Сәбит Мұқанов өзінің Өмір мектебі деген кітабында біздің съез өткен уақытта Кеңес үкіметінің туы тұрды, және Алашорданың дәл осы жасыл туы тұрды. Жасыл туда көмкерілген мына жердегі жазу жасасын Алаш автономиясы үстіндегі және калима шахада жазылған деп баяндаған. Бұл бөлменің жалпы ішкі интерьері Хамза Есенжановтың Ақжайық романынан алынған. Манағы көргендеріңіз Жаһанша Досмұхамбетовтың жұмыс үстелі, ал келесі бізде Халел Досмұхамбетұлының үстелі. Халел Досмұхамбетов 1883 жылы Атырау облысында дүниеге келген.
Орал әскери реалдық училищесін Жаһанша Досмұхамедовпен бірге аяқтап, Санкт-Петербургтегі императорлық академияны алтын медальмен бітірген. Кейіннен қазақ тәуелсіздігі үшін күресіп, Алашорданың құрамында қызмет атқарған. Және осы белсенділігі үшін 1930 жылы 5 жылға Воронежге жер аударылып, 38 жылы үштіктің шешімімен ұсталады. 39 жылы ату жазасына кесілгенімен Алматы қаласындағы түрме ауруханасында қайтыс болған. Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» еңбегінде мынандай бір оқиғаны баяндайды. Халел Досмұхамедұлының үйінде алаш зиялылары Жаһанша Досмұхамедов және олардың рухани ұстазына айналған Қуанай Хазірет тағы да басқа зиялылар жиналды дейді. Осы отырыста Қуанай Хазірет мынандай бір сөзді айтады: намаздарыңа неге салғырт жүрсіңдер деп. Бұл сөздің мағынасы жалпы мешітке намазда неге көрінбейсіңдер деген сөз болатын. Бұған Халел Досмұхамедұлы: біз елдік мәселелермен араласып жүрміз, тек қана жұма намазына ғана барсақ бола ма деген сөзді айтады. Бұған қатулана қарап отырған Қуанай Хазірет өзінің рұқсатын берді дейді. Бұл мешіт дәл осы жерден 15 минуттық жерде орналасқан. Бұл мешіттің ішінде не болды дейтінге келетін болсақ, кейбір бөлмелерінде бұл мешітте баспахана орналасқан. Еркін Қазақтың 1919 жылғы 26 қыркүйектен бастапқы кейбір сандары дәл осы мешіттің ішінде шығарылған. Оның редакторы ретінде бізде Ахмет Маметовты айтады. Ал Ахмет Маметовке келетін болсақ, 1895 жылы Астрахан губерниясының Талов уезінде дүниеге келген. 1910-15 жылдар аралығында атақты Ғалия университетінде оқыған, алаштың зиялыларының бірі, көбіне редактор ретінде танымал. Дәл осы Жымпитыдағы судья болып қызмет атқаратын Сүлеймен Күсіпқалиевтің қызы Аминаға үйленеді. Бұл отбасында дүниеге келген қыз Кеңес одағының батыры, атақты батыр қызымыз Мәншүк Маметова болатын. 1937 жылы Ахмет Маметовтың өзі тұтқындалып, 1938 жылы ату жазасына кесіледі. Және осы оқиғаны естімеген Мәншүк Маметова әкесін ақтау үшін өзі Ұлы Отан соғысына қатысқан. Яғни қатысуына бірден бір себеп болған осы әкесінің халық жауы ретінде халық арасында танылу болады. Мың 2008 жылы дәл осы біз тұрған жерде Алаш саябағы ашылған болатын. Алаш саябағының орталығы Алаш аллеясына келіп тұрмыз. Бұл жерде бірнеше қазақтың қуғын-сүргінге ұшыраған зиялыларының суреті бейнеленген. Нақтырақ айтатын болсақ, Әлихан Бөкейханұлы, Жаһанша Досмұхамедов, Халел Досмұхамедов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Иса Қашқынбаев, Мағжан Жұмабаев, Беркінғали Атшыбаев, Сұлтан Махмұд Торайғырұлы және Уалитхан Танашев болатын. Большевиктік жаппай қуғын-сүргін 1936 жылы 5 желтоқсанда, яғни Кеңес үкіметінің конституциясы қабылданғаннан кейін заңды күшке енген болатын. Осыдан кейін қазақ зиялыларының көп бөлігі қуғынға ұшырап бастады. Яғни нақтырақ айтатын болсақ, 1937-38 жылдар аралығында Қазақстаннан қуғынға ұшырағандардың саны 120 мың болса, соның 25 мыңы атылған. Жалпы өзіміздің өлкемізге келетін болсақ, Батыс Қазақстан облысында қуғынға ұшырағандардың жалпы саны 1500-ге жуық болса, солардың 335-і атылған. Ал 1938 жылы жалпы қуғынға ұшыраған адамдардың саны 2000 болса, оның 690-і атылған болатын. Ал мұны біздің артымызда орналасқан тақта бұл саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу тақтасы. Дәл осы тақтайшада 240-қа жуық адамның есімі берілген. Барлығы да саяси репрессияның құрбаны болған жандар. Әнес Сарай айтпақшы, Алаштың табаны Торғай, өзегі Семей, жылыны Жымпиты дейтін. Алаштың жылынына айналған Жымпитыға сапарымыз осымен тәмам. Сөзіміздің соңын Әлихан Бөкейханұлының мынадай керемет сөзімен аяқтамақпыз. Әр ұрпақ өзіне жүктелген жүкті жетер жеріне апарып тастаған дұрыс. Әйтпегенде болашаққа көп жүк қалдырып кетеміз. Артымыздағы келер ұрпақ не алғыс, не қарғыс айтатын артымызда зор шарттар бар. Қош, сау болыңыздар.